Сәлеметсіздер ме, құрметті 10 сынып бітірушілері, сіздермен алгебрадан емтиханға дайындығымызды жалғастырамыз. Бұл видеода 9-шы нұсқамыздың Б бөлімін қарастыратын боламыз. Әдеттегідей әр есепті жеке-жеке қарастырамыз, өйткені сіздер шығару жолын толықтай жазуларыңыз керек жауап парағына. Сонымен қатар, паузаға қойып тұрып, берілген ашылғаннан кейін алдымен өзіңіз шығарып көріңіз. Сұрақтар туындаса, қиындықтар болса, видеоны өткізіп қарап шығып, өз білімдеріңізді сынай отырыңыздар. Ал бастайық. 11-ші есеп 3 балдық есеп екен, бөлшекті қысқартыңыз дейді. Алымынан ортақ көбейткішті шығаратын болсақ, ол А болады, қалады X пен Y-тің қосындысы. Қасында B минус таңбасымен бірге жақша сыртына шығатын болса, тағы да X плюс Y жақшаның ішінде қалады. Бөлімінде де ортақ көбейткіш А жақша сыртына шықса, X азайтылған Y қалады. Оның қасында минус B жақша сыртына шығатын болса, қалады X азайтылған Y жақшада. Сонымен алымынан ортақ екеуіне де бірдей жақша X қосылған Y, оны шығарып жіберсек, екінші жақшамыз А азайтылған B болады. Бөлімінен X азайтылған Y-ті шығаратын болсақ, жақшада қалады А азайтылған B. Енді алым бөліміндегі бірдей жақшаларды қысқартып жіберетін болсақ, бізде қысқарған бөлшегіміз, яғни жауап мына түрде екен. Есеп аяқталды. 12-ші есеп қарапайым дәрежеге қатысты. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Б 9 дәрежесі тұра тұрсын. Дәрежені дәрежеге шығарып алайық. 5 пен 4-ті көбейтеміз. Бөлімінен де дәл солай 6 мен 3-ті көбейтеміз. Енді алымында екеуі көбейтіліп тұрса, дәрежелері қосылады. Бөлімінде де екеуі бір-біріне көбейтіліп тұр, дәрежелері қосылады. Енді екеуі бір-біріне бөлініп тұр, дәрежелері не істейді? Азайтылады. Сонымен жауап дайын. Бұның 4 дәрежесі екен. Есеп аяқталды. Келесі теңдеуді шешіңіздер дейді. Бөлшек рационал теңдеу, оның міндетті түрде ең алдымен мүмкін мәндер жиынын қарастыратынымызды білесіздер. Бізде x тең болмауы керек 0-ге және x тең болмауы керек 5-ге. Ал енді түбірлерімізді тауып бастайық. Алдымен не істейміз? Барлығын бір жаққа жинастырамыз. Ары қарай бөлшектер бір-біріне қосып азайтылып тұрса, міндетті түрде ортақ бөлім таңдалуы керек. Ортақ бөлім бізде болады, бәрінің бір-біріне көбейтіндісі. Сәйкес толықтауыш көбейткіштерін алымдарына көбейтейік. Мысалы, біріншісі үшін толықтауыш көбейткіш 6x минус 5. Қосылған екіншісі үшін 6x. Келесісі үшін x пен x минус 5-тің көбейтіндісі. Енді бұл теңдеу болғандықтан бірден тек қана алымын қарастырып жалғастыра береміз. Сонымен осы түрдегі келтірілген квадрат теңдеу құрып алдық. Оның түбірлерін біз Виет теоремасы арқылы бірден анықтай аламыз. Көбейткішке жіктеуіміз керек 30-ды, ол болады 2 мен 15. Екеуінің көбейтіндісі 30, қосындысы 17, қарама-қарсы таңбамен алып келіп қойылған. Жауаптары дайын, есеп аяқталды. Келесі мәтінді есеп екен, берілгенін түсініп оқып алайық. Моторлы қайық су ағысының бойымен 28 км, ағысқа қарсы 25 км жүзгенде, тынық суда 54 км жүзгендегідей уақыт жұмсады. Егер ағыстың жылдамдығы 2 км сағатына болса, моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз дейді. Берілген түсінікті сонда да нақтырақ болу үшін қысқаша жазып алайық. Ағыс бойынша жүрген жолы 28 км, ағысқа қарсы 25 км, тынық судағы жүрген жолы 54 км. Жылдамдықтарын қарастыратын болсақ, бұл жерде қайықтың жылдамдығын x дейтін болсақ, ағыстың жылдамдығы қосылады. Ағысқа қарсы кезінде азайтылады, тынық суда сол жылдамдықпен жүреді. Уақыттарын қатынас түрінде жазып аламыз формула бойынша. 28-дің x қосылған 2-ге қатынасы, 25-дің x азайтылған 2-ге қатынасы және
54-тің x-ке қатынасы. Енді жалпы ағыс пен ағысқа қарсы жүрген кездегі уақыт тынық судағы жүрген уақытпен бірдей екен. Сол бойынша өлшек рационал теңдеуімізді жазып алайық. Ағыс бойынша жүрген уақыт қосылған ағысқа қарсы жүрген уақыт тең тынық суда жүрген уақытқа. Теңдеуіміз дайын, ары қарай шығарамыз. Әдеттегідей уақыт үнемдеу үшін бірден шығарылу жолын толықтай ұсынып отырмыз сіздерге. Қараңыздар, алдымен толықтауыш көбейткіштерін алымдарының қасына көбейтіп, ортақ бөлім таңдап алдық. Ары қарай тек қана алымын қарастырып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, келтірілген квадрат теңдеуімізді құрып алдық. Оның екі түбірі де дайын тұр. Енді жылдамдық қарастырып жатқандықтан біз міндетті түрде тек қана оң нәтижені қабылдаймыз. Демек, моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығы 12 км сағатына екен. Жауап дайын, есеп аяқталды. 15-ші есеп квадрат функция берілген, асы нөлдерін анықтаңыз дейді. Ол кезде біз функциямызды y-сіз көшіріп алып, тең нөл деп квадрат теңдеу құрып, сол квадрат теңдеуіміздің x1, 2 түбірлерін табуымыз керек. Бұл кезде біз енді әрине дискриминантты қолданғанымыз ыңғайлы. Екі түбірімізді тауып қойдық, демек А сұрағына толықтай жауап бердік деген сөз. Б сұрағының жауабы өсу аралығын табуымыз керек екен. Ол үшін не істейміз? Біз парабола төбесінің x координатасы мен y координатасын анықтап алайық. Формула бойынша минус b бөлінген 2a. Осы x координатасын функциядағы x-тің орнына апарып қойып, y координатасын да оңай тауып алайық. Парабола төбесінің координаталарын анықтап алдық. Енді өсу аралығын жазу үшін бізге x-тің, яғни абсцисс осінің координатасы маңызды. Парабола тармақтары жоғары бағытталғандықтан өсу аралығы біздің x координатамыздан плюс шексіздікке қарай болады. Бірден осы жерден v сұрағына жауап беретін болсақ, кему аралығы сәйкесінше минус шексіздіктен дәл осы x координатасына дейін болады. Жауап дайын, есеп аяқталды. Келесі теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Енді мән беріп қараңыздар. Бірінші мүшесінен y-ті біз x арқылы өрнектеп алайық. Сонда 4 азайтылған 2x болады. Дәл осы өрнекті енді келесі теңдеуімізде тұрған y-тің орнына апарып қоятын боламыз. Жақшаларын ашып ықшамдау арқылы нәтижеде осындай квадрат теңдеу құрып алдық. Енді бұлардың әр коэффициенті 8-ге еселік болып тұр. Демек қысқартып жіберетін болсақ, x квадрат азайтылған 2x азайтылған 3 тең 0 түріндегі келтірілген квадрат теңдеу құрады екенбіз. Бұның түбірлерін біз бірден V теоремасы арқылы анықтай аламыз. 3-ті көбейткішке жіктейтін болсақ, 3 пен 1-дің көбейтіндісі минус керек, қосқан кезде қажеті жоқ. Демек кішісіне береміз минусты. Дәл осы жауаптарымызды енді y-ге апарып қойып, оныңды бірінші, екінші шешімін таба аламыз. Біріншісіне x-тің орнына минус 1-ді қоятын болсақ, 4 пен 2-нің қосындысы нәтиже 6-ға тең. Екіншісіне x-тің орнына апарып 3-ті қойдық, сонымен 4 пен 6-ның азайтындысы нәтиже минус 2-ге тең. Жауап жазатын болсақ, x бізде минус 1 болған кезінде y-іміз 6 болды. Және x бізде 3 болған кезінде нәтиже минус 2 болды. Жауаптар дайын, есеп аяқталды.
Келесі 17-ші есепте арифметикалық прогрессияның А1, D, N барлығы беріліп тұр екен. Прогрессияның n-ші мүшесі мен алғашқы n мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Демек, анықтауымыз керек біз A17 мен S17-ні. Екеуінің де формуласын жазып қойдым. Бірақ та сіздер әлде қашан жаттап алдыңыздар деген үмітім зор. Ал бастайық. Біздің A1 11-ге тең, қосылған n-нен 1-ді азайтсақ 16, көбейтілген d 8-ге тең. Есептейтін болсақ, AN бізде 139-ға тең екен. Ал енді SN орнына қойып есептейтін болсақ, сұрап тұрған екеуінде анықтап алдық, есеп аяқталды. Келесі 18-ші есеп, бұл жерде өрнекті ықшамдаңыз деп қойған, нағыз келтіру формуласын қолданатын есеп. Біріншісі қараңыздар, тангенс альфа азайтылған пи дейді. Енді минусты алдына шығарып жіберіп, пи азайтылған альфа деп ауыстыратын болсақ, пиде атауы өзгермейді. Тангенс пи азайтылған альфа дегеніміз екінші ширек болып тұр. Минус, алдында тұрған минуспен жай ғана тангенс альфаны береді. Келесісі косинус пи бөлінген 2 деген кезде бірден білеміз, атауын өзгертеді. Синус альфа болып, таңбасы енді пи бөлінген 2 плюс альфа дегеніміз екінші ширек, косинусымыз минус екен. Таңбасын қойдық. Ары қарай косинус пи дейді, атауы өзгермейді. Таңбасына келетін болсақ, пи плюс альфа дегеніміз үшінші ширек, ол кезде де таңбасы теріс екен. Енді синус минус альфа дейді. Синус бізде минус таңбасын жай ғана алдына шығарып жазып қоямыз. Соңғысы котангенс 3пи бөлінген 2 дейді. Демек, бірден тангенс альфаға ауысатынын білеміз. Таңбасына қарайтын болсақ, 3пи бөлінген 2 плюс альфа дегеніміз 4-ші ширек. Ол кезде котангенстің таңбасы теріс. Осы анықтап алғандарымызды енді орнына қоятын болсақ. Ал енді қысқаратындарын қысқартайық. Тангенс альфалар қысқарады. Таңбалары барлығы оң болып кетті, байқасаңыздар. Төмен қалды жай ғана косинус альфамыз. Жауап дайын, есеп аяқталды. Соңғы есеп 19-шы, яғни бұл нұсқамызда да жалпы 19 есеп екен. Берілгені ұштары шеңбер бойында берілген 10 нүктеде болатындай неше хорда жүргізуге болады. Енді шеңбер бойында 10 нүкте беріліп тұрып, хорда жасауымыз үшін екеуден таңдап алып отыруымыз керек. Демек, ол бізде теруге мысал болады екен. 10 нүктенің ішінен екеуін теріп алатын болсақ, формуласына сәйкес жазып алайық. 10 факториалдың 2 факториал және 10 азайтылған 2 факториалға қатынасы. Есептейтін болсақ, 10 факториал мен 2 көбейтілген 8 факториалдың қатынасы екен. Енді 10 факториал 8 факториалдың көмегімен жазаламыз. Ол ары қарай 9, 10 көбейтіндісімен жалғасады. Қысқартайық бөлімімен. 8 факториалдар өзара қысқарып кетеді. 10 мен 2 қысқарады. 10-ның орнында қалады 5. Сонымен нәтиже 9-ды 5-ке көбейтетін болсақ, 45 хорда жүргізуге болады екен. Жауап дайын, есеп аяқталды. Осымен құрметті білім алушылар, бұл нұсқамызды толықтай қарастырып біттік. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Келесі видеода соңғы 10-шы нұсқамыздың А, Б бөлімдерін қарастыратын боламыз. Жіберіп алмай каналға тіркеліп күтіңіздер.